Ассаламу алейкум. Кезекті бізде қораптан шығару, қорап ашу. Осындай суреттегенде дүние келді. Қазір осын ашуға тырысамыз. Бұл осындай люстраның брендовый люстралардың қатары. Жалпы бізде люстралар көп келеді. Ашып, көрсетіп таныстырайын. Бұны жалпы айтқан кезде өзі разбор келеді, бұның бәрі шашылып келеді, оны құрамыз қазір. Қорған процесс қатты маңызды емес, қатты қоратын жері жоқ, светодиодный нелер, отражательдерін жауып тұратын қаптамасы ғана келеді. Бөлек міне көрінді, пакетте тұрғандай міне қаптамасы бөлек тұр. Осыны жаңағыдай келуімен барлығы 4300 теңге түседі. Жалпы сатылымда бұлар 15 мыңнан сатылады. Бұны жобалап көрдім бұларды. Бізден аламыз десеңдер, бұларды келісімді бағаға келісіп бере жатамыз. Одан кейін осындай жаңа пульті бар жанында. Мына қазір қаптамасын қаптап, үйде жасап, барлығын дайындап, осындай жаңа қасында жаңа релесі бар. Релесі мынау жаңа приемнигі, жаңа антеннің пультпен басқан кезде қабылдайтын. Одан кейін өзінің арнайы штрих-коды да бар екен. Керек кезде жаңағыдай осындай алдырам десеңіз, егер жаңа ремкомплект есебінде күйіп қалған жағдайда ауыстыра бересіз. Осындай троспен, яғни мына осындай тартылып тұрады. Подвесной вариант, ауада бір қалқып тұрғандай көрініс береді. Мына төбеден қарағанда, үстіңгі жағынан қарағанда басқаша сипат беріп тұр. Негізі бұл қазір былай жануы былай да. Бұл бір ғана несі, жаңа рассветкасы бір ғана түсі да. Батырманы егер пультсіз, пультті енді іздеп жүрмейсің ғой, негізі пультпен келетін бұл бір девайста, маркетинговый ход дейді ғой. Егер де жаңағыдай батырмамен кәдімгі үйде выключательмен бассаңыз, мені көрдіңіз бе? Екінші жануы. Үшінші жануы міне сәл ақшыл сарғыш. Одан кейін ақшылдау вариант болып жанады. Мені көрдіңіз бе? Әртүрлі. Жалпы айтқанда бұда встроенный өзінде датчик бар, жаңағы тоқтың сопротивление кернеу арқылы тоқтың жаңағы күш қуатын өзгертіп тұрады. Содан кейін барып әртүрлі жаңағы не береді, жарық береді, жарықтың ағымын береді. Осындай предохранитель бар, ілмегі бар, креплениясы да мықты. Бір ауызбен айтқан кезде люстра тамаша болып келген. Жалпы егер сіздерге осы сияқты люстралар қызықты болып жатса, біз ссылкасын жеке тіркеліңіздер, пікір жазыңыздар, ссылкасын көрсетем. Жалпы пиндодау мәселесінен үйрену, карго алу, логистика тіркелу, қандай бір мәселе осы YouTube мәселелерінде көбінде айтыла бермейтін жағдайлар мәселесіне тіркелсеңіз, жеке комментарий жазсаңыз жауап беремін. Үйретем, толық үйретем деп айтпаймын, бірақ фишкаларына кішкене бағыт бағдар беремін. Арнаға тіркеліңіздер, арнайы пікірлеріңізді жазыңыздар, лайк басып кетіңіздер.